Сәлем достар, бүгін мен сарымсақ қосылған тоқаштардың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз ашытқы қосылған қамырымызды жасап аламыз. Ол үшін суға тұзды, майды, ұнды және дрожжды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды жұмсақ етіп илеу қажет. Қамырды илеп болған соң жылы жерде 1 сағатқа ұстаймыз. 1 сағаттан соң ашыған қамырымызды бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектелген қамырларымызды май жағылған табаға орналастыратын боламыз. Бөлшектелген қамырларды жайғастырып болған соң, оның бетін жауып, қайтадан 20-30 минут оның қайта көтерілгенін күтеміз. Көтерілгенде сарымсақты, аскөкті, майды және шым-шым тұзды араластырып дайындап қоямыз. 20-30 минут өткен соң тоқаштарымызды 180 градуста пісіріп алдық. Пісіп шыққан тоқаштарымызға ыстық күйінде жаңағы дайындап алған сарымсақтан жасалған қоспаны дәл осылай жағып шығатын боламыз. Онан соң пешке салып, пеш суығанша соның ішінде ұстаймыз. Мінекей достар, сарымсақ қосылған тоқаштарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.